Қайырлы күн. Бірінші күнгі сабаққа қош келдіңіз. Бүгін біз 7 чакра туралы сабақтың алғашқы күнін бастаймыз. Яғни чакра дегеніміз адамның денесінде орналасқан энергия. Біздің телефонымыз, бұл энергия. Біздің жарық бұл энергия. Сол сияқты адамның бойында да энергия көздері болады. Сіз қазір өзіңізді қандай да бір күйде жүрсеңіз, осы бір күйдің себеп салдарын энергиядан іздесеңіз болады. Бізде 7 түрлі энергия көзі бар. Бүгін соның алғашқы сабағын өтеміз. Ал енді бұл ілім қай жақтан шықты? Бұл ілім негізі үнді мәдениетінде. Үнді мәдениеті болғандықтан әрбір чакраларға өзінің аттарын қойған. Мен ойлаймын, оның аттарын айтып керек емес. Сондықтан бізде бірінші чакра деп айтып, бірінші чакра, екінші және үшінші деп қана түсінсек болды. Бірінші чакра өте маңызды, себебі ол біздің өміріміздің негізін құрайды. Оның атауы Муладхара деп аталады. Муладхара. Енді жаттамай қойсаңыздар да болады, тек қана бірінші чакра деп айтып өтсеңіз болады. Ол біздің омыртқаның ең төменгі жағы құйымшақта орналасады. Бұл чакра неге маңызды? Себебі бұл чакра қауіпсіздік сезіміне жауап береді, өмір сүруге жауап береді және тұрақтылыққа. Яғни, қауіпсіздік сезім болмаса, сізде үнемі үрей пайда болады. Өмір сүру деген сезім болмаса, сіз үнемі күйзеліске кетесіз. Тұрақтылық болмаған кезде де адам үнемі күйзеліске түседі. Құйымшақта орналасқан энергияны біз басқаруымыз өте маңызды. Ал енді осы энергия сізде бар ма, жоқ па, соны тексерейік. Ең бірінші, сіз өзіңіз дәл қазір қауіпсіз сезінбесеңіз, ендеше сіздің осы бір чакраныз жабық деген сөз. Яғни сізде қорқыныш, мазасыздық, қауіп, үнемі үрей, үрейленіп тұрасыз, қорқып тұрасыз. Біреу бірдеңе деп қала ма, жолдасым бір сөз айтып қала ма, енем бір сөз айтып қала ма, әріптесім бір сөз айтып қала ма деген қорқыныш сізде бойлап алатын болса, ендеше сіздің бірінші чакраңыз жабық. Ұшақтан қорқатын кісілер бар, саяхатқа шығудан қорқатын кісі бар, тауда жүруден қорқатын кісі бар, суға түсуден қорқатын кісі бар. Яғни үнемі қорқу сезімі басым кісілер сіздің бірінші чакраңыз жабық деген сөз. Яғни қауіпсіздік сезім сізде жоқ. Өмір сүру, яғни өмір сүру дегеніміз не? Өмір сүру, тауға шығу, өрмелеу, жүзу, шетелге шығу, қыдыру деген сезімдер сізде жоқ, қорқасыз. Ойбай, тыныш отыра берейін, қорқам. Өзі тыныш отырған жерімізден өзі қозғамаңдаршы, осы орындықта отыра берейін деген сезім бар сізде. Содан кейін тұрақсыздық. Яғни сіздің қорқу сезімі бар, тұрақсыз ғой. Көңіл күйіңіз тұрақсыз, үнемі қорқып тұрасыз, бірдеңе болып қала ма, күтесіз әйтеуір. Жаманшылық қашан келеді өзі? Айттым әне. Айттым ғой, мен білдім соны. Неге? Сен бітті, сіз оймен кетіп қалдыңыз анау. Қашан болады анау? Ақша қарызға баттым, айттым ғой соған, қарызға баттасын. Анау қарыз берсем бермей қояды деп. Яғни үнемі тұрақсыздық, көңіл күй сізді осындай дәрежеге жеткізеді. Енді ол не үшін менде пайда болды, Неге менде қауіпсіздік, қорқыныш сезімдер пайда болды десеңіздер, бұның барлығы біздің балалық шақтағы. Балалық шақтағы блоктар дейді. Блок дегеніміз не? Блок деген ағылшын тілінде блок дейді, орысша блок дейді. Кедергі, қазақша, кедергілер. Яғни сізде кедергі сезімдердің барлығы біздің балалық шақта. Мәселен, менің әпекем сенбейді, қорқып тұрады біреулер. Неге? Себебі менің әпекемде бала күнінде менің мамам емізе алмады. Бала бұл өмірге шырылдап келді, түсініксіз бұл әлем, қорқынышты. Бірден мама емшекке бармады, емшек оған қауіпсіздік бір сезім бере алмады. Сондықтан да менің әпекем көп адамға сенбеді, көп қорқынышшы болды. Бұны біз тек қана осы жақын күндері ғана оны жиналды. Бізде бұл сезімдердің барлығы қайдан келді десеңіз, түп тамыры біздің балалық шағымызда. Егер ана сүтінің еңбегі көптеріңізде қорқыныш сезімі, сенімсіздігі, тұрақсыз сезімдер болады. Себебі бала дүниеге шырылдап келген кезде осы бір сенімділікті сезіне алмады. Біздің әке-шешемізде бізде ол бірінші рет әке-шеше болып отыр ғой, ол білмейді. Біз нені көреміз, соны біз балаға береміз. Бала кезінде болмайды, ұят болады, таста, бұндай бір сөздерді біз көп естідік. Бала кезде біз кімнің не айтып жатқанын, кімнің дұрыс айтып жатқанын, кімнің шынайы айтып жатқанын біз білмейміз. Ата-анамыз не айтса, соған сенеміз. Болмайды, ұят болады, ана жерге шықпа, мына жерге барма дегеннен біз өзіміздің бойымызға сіңіреміз. Соның барлығын біз бойымызға сіңіру арқылы осы бір кедергілерді өмірімізге алып келдік. 55 жастағы бір тәтеміз оқыды, Гүлмира деген. Сондай бір білімге құштар кісі. Ол маған айтады, Арай дейді, мен ұялдым дейді. Сен сабақ өтіп жаттың, мен түсінбедім.
Ұялу сезімі басым. Неге ондай десек, себебі ол бала кезінде сұратқызбаған. Ұят болады. Мен ол кісіге балалық шаққа барыңыз дегеннен кейін түсінді. Арай, мен неге сұрай алмайтынды енді түсіндім. Себебі бала кезінде мен апам айтатын бірдеңе сұрап қалсам, ұят болады, сұрама. Содан мен ойлайтынмын, мен сұрап қалсам бұл ұят деген сезім содан әлі күнге дейін кетпепті ғой. Мен оны жазу арқылы түсіндім. Сондықтан да бізде бірінші құйымшақта орналасқан энергия жабылып қалады. Ал енді осы чакра егер сізде ашық болатын болса, бұл адамда қорқыныш сезімдері жоқ болады, энергиясы тасып, шапшаң, тез қимылдайтын жандар. Дәл қазір сіз осыны естіп отыратын болсаңыз, демек сізде кішкене болсан бұл кедергілер ашылып жатыр. Неге? Себебі миға ақпарат барды. Сіз мені көріп отырсыз. Бізде көз, есту өте қатты миға әсер береді. Сондықтан да мен сізді құттықтаймын. Егер сізде бірінші өзіңіз ойлап тұрсаңыз, бірінші энергиям жабық екен деп ойласаңыз, кішкене болса, бұл энергия кішкене ашылады. Сіздерге өтінерім, осы 14 күнде аз ақпарат көруге тырысыңыз, жаман сөздер тыңдамауға тырысыңыз, себебі көз бен құлақты біз қорғауымыз керек. Әр дүниені қарамаңыз, әрбір дүниені боғауыз сөздерін естімеңіз. Негізі көптеген 99% адамдарда осы бірінші чакрасы жабық болады. Бірақ біз ойлаймыз, мен энергиям жоқ, мен қорқа берем, енді мен осындай болып қалдым, тағдырым осындай болды, енді қайтем енді. Өзінің қорқақтығының барлығы себеп салдарымыз іздемейміз. Бұл тағдыр деп ойлайды. Бірақ бізде бір дүние бар. Біздің өзімізді өзіміз дұрыс танымасақ, барлығы тағдырға жабады деген. Ондай емес, қазір бізде бәрі бар. Бірақ осының барлығын біз өмірімізге әкелуіміз үшін біз өзіміздің 7 чакрамыз, 7 ілімімізді өзімізді тану екен. Өзімізді таныған кезде, өзіміздің мына болмай жатқан жерлерімізді дұрыс түсінген кезде ғана бізде барлығы болады.